Короче, туғандар, мұнол жібек жолына келіп, чай içip, тамағы жақпаса, ақшасын төлеуге чипі өткіздер. Bizde любой тамақ ходовой. Любой тамақ ходовой да бізде. Если тамақ жақпаса, ақшасын төлеуге чип кетсең еділі болады деп айткен мұны роликтерде. Вообще кетті, а? Ассалаумалейкум мекендештер. Қандайсыздар, амансыздар бы? Құдай бұрса, бүгін дағы қайрадан өзіміздің мекендеш қырғыз бордоштарымыздың жақшынай қолған чайханасын сіздерге көрсеткені келдік. Бұл чайхананың аты Жібек жолы туғандар. Анан бұл чайханада өзгөчө таксисттер үшін, эми азыр чын айтайын, ачык айтайын, любой чайхананы гүлдөтүп аткан, ишини жүргүзүп аткан бұл таксисттер. Ошон үчүн таксисттерге любой чайхана көп келген үчүн аларга скидка кылат да. Бұл Макс деген досум, бұл досумдун билесиздер, баягы Бирбол деген такси паркы бар. Макс автосервис, Макс деген бизнестер бар да, бұны барыңыз білесіздер, аларда тарт көрсөтөбүз сіздерге. Анан Жібек жолы деп атайын чайхана ачкан тугандар. Ушул Жібек жолун көрсөтөбүз бүгүн. Мындай өтө сонун, уютный, четко ачыптыр да. Азыр эми досум маалымат берсең, ушул Жібек жолу качадан бери сатасыздар? Ассалаумалейкум тугандар. Жібек жолу где-то бир жарым жыл болуп калды бизге. Қандай тамақтар бар досым? Ең ходовой тамақ, бүт тамақ жақсы ба? Бізде любой тамақ ходовой. Любой тамақ ходовой да бізде. Если тамақ жақпаса, ақшасын төлеуге чип кетсең еділі болады деп айткен мұны роликтерде. Вообще кетті, а? Ошол, короче, туғандар, мұнол Жібек жолына келіп, чай içip, тамағы жақпаса, ақшасын төлеуге чип өткіздер. Ол чайхана ошоны киргизгенде көп жазылды комментарийгачы. Сен мақтап жазған досым, оқыдың оқпаудан бі, өте жүрегі таза бала екен депчі, өте елпек бала екен депчі. Сонда тамақ жақ, настолько уверен өзінің тамақтарына. Тамақ жақпаса төлеуге кетесіздер, да? Так, Макс досым, мынау жерде қырғыз сусындықтар бар екен, а? Киргенде, Шо дополнительный холодильник қойыңыз деді, шо қойып қойдық. Соны не? Ол жуйсыздар. Бұл мынандай десерттер бар екен. Атайын азыр сіздерге көрсетейін татта. Мынау жерде мен азыр бір остыйдым пловтар. Пловтко сөз жоқ, Пловтко сөз жоқ. Шорпо, манты, лагман, шакарап, мынаке. Бұл не, құрдақ па? Қазан кебаб. Қазан кебаб, а? Мынау жерді қарасаңыздар. Ошым туғандар, өзіңізді қазір проба қыламыз. Мынау пловтарыңыздар, мощный. Көбінше плов жейбіз ғой бізше. Мынау пловты жесеңіздер мощный екен. Misal үшін плов бергенде içinde не болады? Плов ile болады да, салатымен бересің бе? Салатымен бересің. Салатымен, а? Шорпо туғандар. Келе бересіздер. Ушундай место да. Misal үшін киргенде эле уютный место да. Чисто чайхана да, мынау. Отуруп тарс жеп чип кете бересіздер. Мына жағын аш қылып заказ қылса жауып дағы береміз. Келші досым, келші жағаншы. Мына жерге ба? Бұл жерден қалса жауып стол қошып дағы береміз. Если ашпа заказ қылып, любой тамақ заказ берсече, черный касса и так далее. Деме қыла тұрған болсаче. Сондай. Бұл немекен да? Вип кабина. Вип кабина кәне. Молодец, сен қарап қойғыла. Чидекей, мощный. Охо. Тамақ жақпаса, ақша бербей кетерлер деп болады. Құрметті мекендештер, адрестер, телефон нөмірлерді жазып қойдық. Келе бересіздер. Келіп. Ала. Олег, саған. Келе бересіздер туғандар. Мен сіздерге бір ориентер көрсетіп берейінші. Бұл чайхана мына Жібек жолы деген чайхана, жоқ атын қойылы екен да. Азыр мен сіздерге қантып білесіздер, көрсетіп қойын, а? Қаяқтан қантып білесіздер. Так. Ушул домдор жақтан келе бересіздер да. Баяғы мынау жерде. Шиномонтаж, автосервис 24 мойка деп тұрады да, таппай қалбаңыздар. Келе бересіздер. Келгенде мынау жер.
Андар жібек жолы беріп, чай ішіп, етіңізді достар.